Тілім менің тірлігімнің айғағы. Міне дәл осындай тақырыпта нөмірі 174 мектеп гимназия базасында қалалық ауызша олимпиада өтіп жатыр. Олимпиада тапсырмалары белгілі профессор Нұрша Оразақынованың сатылай кешенді оқыту технологиясына негізделген. Аталған білім додасына 1 мен 6 сынып аралығындағы оқушылар қатысып, қазақ тілінен алған білімдерін ауызша түрде саралап, ойлау қабілеті мен тіл мәдениетін сынады. Бұл олимпиаданың басты ерекшелігі оқушының дайын ережені жаттау емес, тілдік ұғымдарды жүйелі, сатылай талдап, өз ойын дәл әрі сауатты жеткізе білуі. Қазақ балалары неге қазақ тілін терең білмейді, әдебиет неге терең білмейді, неге әуезді сөйлемейді деген осындай дүниеден барып мен мектепте эксперимент жасадым. Бұл менің докторлық жұмысым. Біз осы технология арқылы бүкіл сынып мұғалімдерін оқытыңыздар дейміз да балаларға. Енді сол сыныптың ішінен мықты мұғалім болса, мысалы 25 бала болатын болса, ол 21 баланы 3 команда қылып шығарады, 7-7-ден бір команда. Сондықтан да баланы анау төменнен бастап осы технологияны оқытқан тиімді деп ойлаймын. Және бұл өте қиындықта оқытатын технология, оза оқытатын технология. Мысалы 3-ші сыныптың балалары қазір 3-ші курстың балаларының деңгейінде білім алып жатыр десе, мен артық айтқандық емес. Сондықтан да енді олар алған білімін бір жерде көрсету керек қой. Енді Алла қаласа, наурыз айында республикалық, ал мамыр айында сол Бішкекте халықаралық олимпиада. Сатылай кешенді оқыту технологиясы баланың логикалық ойлауын дамытып, ана тілінің табиғатын терең тануға жол ашады. Іс-шараға тәжірибелі ұстаздар, ата-аналар мен қонақтар қатысып, қазақ тілінің ұлт болашағындағы орнына ерекше мән берді. Олимпиада барысында Қазылар алқасы оқушылардың білім деңгейін, сөйлеу мәдениетін және талдау қабілетін бағалады. Дәл қазір менің жанында нөмірі 174 мектеп гимназияның 3-ші сынып оқушысы Аяру Қожақан, ол бүгін қалалық олимпиадада мектебіміздің намысын қорғады. Аяру, көңіл-күй қалай? Күшті болды. Олимпиада қалай өтті? Тапсырмалар қиын болған жоқ па? Жоқ, қиын болмады. Маған ұнады. Бұл олимпиадаға қанша уақыт дайындалдыңдар? 3 жыл бойы. Мен 3 жыл бойы қатыстым. Бұл олимпиадаға қатысу барысында қандай да бір қиындықтар болды ма? Жоқ, болмады. Бұл білім бәйгесінің басты кейіпкерлері ана тілін ардақтаған жас ұландар, ал олардың әрбір жетістігінің артында баласына демеу болған ата-аналардың қолдауы тұр. Егіз балаларым қатысып жатыр, Айтөре, Нұртөре деген. Дайындығы өте жақсы, екеуі үйде жарысып, бірге қарады. Көптеген өзінің деңгейіне жоғары білімдерді игерді. Мәселен, 1-ші класс үшін буындардың, мәселен, жуан буын, жіңішке буын дегендер енді өтіледі ғой, бірақ олар уже осы жарысқа дайындалу барысында игеріп болды. Жарысқа ұзақ дайындалды. Жарысқа деген дайындығымыз жақсы, жоғары деңгейде деп ойлаймыз. Өзіміз енді әділ шешім қабылдайды деп ойлаймыз. Әділ қазылардан жақсы жаңалық күтеміз. Шара аясында рухты әндер шырқалып, ана тілге деген құрмет пен рухани құндылықтар насихатталды. Айта кетейік, сатылай кешенді оқыту технологиясы бүгінде 30 жылдан астам уақыт бойы білім беру саласында жүйелі қолданылып келеді және ұлттық білімнің берік негізі саналады. Абдрахман Қайрат, Ғани Камал Мұрат, Сезім Марат, Ұрпағыны медиа, Алматыдан.